Ассалаумағалейкум. Дербес дерек. Не бәрі 20 жылдай бұрын мобильді телефон жақсы өмірдің баршылықтың белгісі болады. Ал қазір заманауи технологияларда сақталатын ақпарат, яғни дербес деректер саласы өте жауапты іс. Жақында біз туралы барлық ақпарат электронды түрде сақталатын болады. Сәйкесінше қазіргі кезде кибер қылмыстар әр қайсымыздың тарихымызды қайта жаза алады, немесе кез келгеніміздің тұтынушылық портретімізді иемдене алады. Сондықтан бұл мәселе шешуде заманауи тұрғыдан қарау керек. 2013 жылғы Қазақстанда дербес деректерді және оларды қорғау туралы заң қабылданды. Бұл мәселе халықаралық деңгейде 1981 жылы дербес деректерді автоматты өңдеу кезінде жеке тұлғаларды қорғау туралы Еуропалық одақтың 108-ші конвенциясында орын алды. Нәтижесінде Қазақстанда конвенцияны ратификациялап, заң жүзінде қолданысқа енгізді. Десек те, Қазақстандағы дербес деректерді қорғау институты әлі де болса дами қойған жоқ. Теориялық тұрғыдан дербес деректер ретінде адам туралы кез келген ақпарат болуы мүмкін. Заңға сәйкес кез келген дербес деректерді тіпті жай ғана аты жөнін жинау, не табыстау және өңдеу субъектінің келісімімен ғана жүзеге асуы мүмкін, және заң талабына сай солай болуға міндетті. Жұмыс беруші мен жұмыскердің дербес деректерін өңдеу кезінде олардың сақталуына компания жауапты. Қолданыстағы дербес деректерді қорғау туралы заң нормалары бұзылған жағдайда заң жеке және заңды тұлғалар үшін жауапкершілік түрлерін қарастырған. Азаматтық, барлық келтірілген шығынын өтем ақысы түрінде, әкімшілік, айыппұл түрінде, қылмыстық 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін. Сонымен қатар дербес деректерді жинау мен сақтау заң бойынша ел аумағында жүзеге асуы керек. Неліктен? Өйткені жеке өмірдің құпияларын сақтау мемлекеттің міндеті. Ал мемлекет өз міндетін орындап жүрме? Өкінішке орай олай айта алмаймыз. Бұл тек қана біздің мемлекеттің ғана емес, бүкіл әлемдің алдындағы маңызды мәселе. Facebook, Google, Microsoft'ың бір елдің юрисдикциясында екендігі және өз серверлерінде бүкіл әлем азаматтарының деректерін сақтайтындығы бұл мәселені қиындататын түсіндігі түсінікті. Ал Қытайдағы жағдайға тоқталсақ, қазіргі кездегі әлемдегі барлық бейне камераның жартысын артығы оларға тиесілі. Олар әр адамды бақылауға ұстауды көздейтін проектілерді жүзеге асыруда. Осылайша сіз банкке немесе әлеуметтік қызмет алуға келгенде, сіздің әлеуметтік рейтингіңіздің қандай екенін олар біліп отырады. Ал несие алғыңыз келсе, рейтингіңіз жоғары болу керек. Ал егер осы жағдай толығымен орын алатын болса, адамдар жоғары балл жинау үшін шын мәнінде құлға айналады. Сондықтан әділетсіздіктерге, соның ішінде дербес деректердің бүкіл адамзатқа қарсы қолданылуына қарсы тұра алатын ашық азаматтық қоғам қажет екенін ерте түсінгеніміз жөн. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, ұнамаса, дизлайк қойыңыз. Менің каналыма жазылыңыз. Сау сәлемет болыңыздар.